Сәлем достар, мен бүгін ауызашардың 19 күнінде дәруменге толы кереметтей салат дайындаған болатынмын. Және де сіздермен де сол салаттың рецептісімен бөлісуді жөн көрдім. Ең алдымен салатымызға қажетті заттар: мейіз, балалар жейтін хлопья, алма, йогурт, грек жаңғағы және қызылша керек болады. Құрамы өте қарапайым. Ең алдымен жуып тазартылған мейіз, алдын ала қайнатылып алған, пісіріп алған қызылша және грек жаңғағы алдын ала мен бірнеше бөліктерге бөліп турап алған болатынмын. Ендеше кеттік, біз салатымыз дайындауды бастаймыз. Ең алдымен хлопья және мейіз, барлығын осылай радуга тәріздес қылып, барлығын орналастырып шығатын боламыз. Алманы біз осы кезеңде кубиктап турайтын боламыз. Алманы осылай кубиктап турап алған болатынмын. Қызылшаны да дәл солай. Қызылшаны алдын ала суға қайнатып пісіріп алған болатынмын. Қызылшаның пайдасын барлығымыз да білеміз. Қанды көбейтетін. Грецкий орех те дәл солай. Сондықтан да дәруменге бай салат деп атауымның себебі де осында. Ендігі кезек йогуртта, кәдімгідей балалар жейтін йогуртты осылай біз ортасына құятын боламыз. Міне біздің дәруменге бай салатымыз дайын болды. Арнама тіркелмеген болсаңыз, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.